Қайырлы күн. Орехтен печенье дайындайтын боламыз. Ұнымызға сары май болмаса маргарин қолдансаңыздар болады. Осылайша ұн менен майымызды үгітеміз. Қантымызды саламыз. Бір жұмыртқа. Жарты чай қасықта қопсытқыш қосамыз. Қаймақ. Осылардың бәрін араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз осындай кішкене жұмсақтау болады. Сол үшін холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын салып дайындаймыз. Орех, қант, бір жұмыртқаның ағын қосамыз. Сарысын печеньеміздің үстіне жағатын боламыз. Холодильникте тұрған қамырымызды алып, пергамент қағазының үстіне жаятын боламыз. Салмамызды салып, рулет сияқты қылып орап шығамыз. Осылайша кесіп, жұмыртқаның сарысына сүтімізді қосып, бетіне жағып шығамыз.
алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз қызарғанша. Біздің печеньеміз дайын болды. Суығаннан соң барып, үстіне қант ұнтағын шашып, дәл осындай дәмді печеньенің бірі. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.